Selam dostlar, bugün YouTuber'ga kerak eng mangizli qural mikrofon jayында әңгіме айтамыз. Selam dostlar, бұл Ауыспай каналы. Біздерде бүгін разборда микрофон Rhythmix RDM169. Сенбей қиын шығар, бірақ кез келген видеоны қабылдауда визуалдық құрамының, аудиолық құрамынан маңызырақ. Я, шынымен солай. Шамалы сападағы видеоны көрермен қарауға дайын. Бірақ видео шамалы сападағы аудиомен көп келсе, көрермен қарамайды. Менің алғашқы видеоларымды қарасаңыздар, аудиосы шамалы, және де кейде ұйқыда келетін шығар. Соған байланысты аудионы жақсарту мақсатында осы микрофон сатып алынды. Бұл микрофон Rhythmix RDM169. Әдеттегідей құрамы нұсқаулық, USB кабелі, pop filter, mikrofonun өзі, салмағы ондай ауыр емес деп айтуға да болады. Кронштейн, микрофонды ұстайтын механизмі және фиксатор. Бұл фиксаторды столға бекітуге арналған механизм деуге болады. Жалпы микрофонды құру және компьютерге қосу өте оңай. Ол үшін нұсқаулықты оқығанда жоқпын. Мен микрофонды құрастырғанша әртүрлі микрофонмен жазылған аудионы тыңдаңыздар. Бұл комика микрофоны. Жазудың нұсқасы. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз, дүниеде өзі, мал дөзі, ғылымға көңіл берсеңіз. Бұл iPhone 11 Pro микрофонның жазу нұсқасы. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз, дүниеде өзі мал дөзі, ғылымға көңіл берсеңіз. Бұл Rhythmix RDM169 микрофонның жазу нұсқасы. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз, дүниеде өзі мал дөзі, ғылымға көңіл берсеңіз. Микрофондардың аудио жазбасы нұсқасы осындай. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қай микрофонның аудио жазу нұсқасы жақсы болды, пікіріңізді қалдырып кетіңіздер. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.